баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін сіздерге Серік Қалиев ағамыздың Алла рахымын алсын абай тірі болғанда атты өлеңін оқып берейін. Еске алып күнде сағына іздер, әр сөзінде мың мағына жүзген, дәл қазір абай тірі боп тұрса, таяқ жер еді тағы да бізден. Басқа да шауып төске өрлеген үшін, қара бір сөзге дес бермеген үшін, тозығы бар деп дәстүріміздің де әр уақыттардан сескенбеген үшін. Ислам дінін қастерлеген үшін, шамани салты ескермеген үшін, тәңірлік діні хош көрмеген үшін, қыруар малды кедейге тарадып Құнанбай атаға ас бермеген үшін. Ешқашан оны аямас едік, тоқпақтасақ та тоямас едік, тоямаған соң қоямас едік. Қанденге күнін қаратар едік, күшіктерімізге талатар едік, интернет деген итаршымыздың иесіне айтып сабатар едік. Сақалын оның бір талдап шұлып, вахабист қылып қаматар едік. Депутат қылып сайлатпас едік, қайран жұртым деп сайратпас едік. Шабарманымызды айдапсап күнде, ақ ордамызды жайлатпас едік. Айбаттап арыз жазалар едік, халқымызды одан тазалар едік. Қазақта араб қылқысы келген қылмысы үшін жазалар едік. Ән ұрлағыш деп дүңк етер едік, күллі бір жұртқа күл кетер едік. Дінмен соғысқан адамдардың қара тізіміне тіркетер едік. Мусинге мәдеп майлап беререк, жақсы аты болса лайлап беререк, КНБ түгіл ФСБ ЦРУ-дың нысанасына байлап беререк. Қара сөз жазып құтырмас ед, әнші боп жүрсе ұтылмас ед, дана деп бүгін дәріптеп жүрміз, өлмесе бізден құтылмас ед.